не болды? Тикток көрсетпедіңдер ғой адамға? Аттарың тозылмай деген. Ханем, не мына шапаныңыз бейшара? Жұрттың хандары көрсе ертең күлмей ма не киіп алған деп? Барымызды киеміз де? Хан кезіңізде басқамайсыз ба? Мен елім жерім деп жүрген адаммын. Жүріңізші, мен сізді мынау алаштағы жерге апарайын шапан алатын. Міне ханем, енді ханға ұқсадыңыз ғой? Бұл Шымкенттегі шапан Шымкент деген ең мықты шапан сататын дүкен қыздарға да, ер адамдарға да. Бұлар не істеп атқан білесіз бе сіз? Не болады? 2000 теңгеге билет аласыз. Ат басындай 10 алтын, 80 ең қымбат шапандар. Қойш? Бас жүлдеге темір тұлпар. Надоеліңіз шығып кеткен жоқ па? Атпен тықылың ет. Басқа хандардың көзінше бүйтіп, гүт машинамен өтіп кетпейсіз ба? Иә. Ал ұтпағандарға кәдімгі ең қымбат ішіне керекті мықты курстарды беріп жатыр ғой. Көресіз ба тағы?